О, міне все болды, душқа да түсіп алдық деген таң азанмен все енді деген тұрып жұмысқа қарай барып қайтайық жалпы деген қалаға шығып деген сияқты. Так енді деген қазір мен квартирада тұрып жатырмын, осындай арендаға алған үйімде көргендеріндей осындай керемет. Так жейтін не бар, өзі жейтін ешнәрсе жоқ сияқты. Мына деген виски бар екен, давай вискиден бір көтеріп алайық қазір деген, былай крышкасын ашып. О, міне о, кайф деген қазір бір таң азанмен зор болып қалдым, тағы да бір стакан ішіп алайын, осылайынан деген жаман біткенше бір-екі кән. Міне, все нормально болып қалды. Так, болды, басқа ішпей қояқ деген. Все, болды, крышкасын жауып қойып қояйын, енді кейін кешке келіп ішемін деген, ё-моё деген. Так, ойбай, басым айналып кетті ме, не болып кетті мен деген. Так, енді деген көшеге қарай шығып айтайық деген, ё-моё деген, что-то басым нормально болып қалды, ананы ішіп алғаннан кейін. О, мінеке деген көршілерім жүр мен деген. Көрші қалайсың, ё-моё деген. Мәссаған деген, күн шашайып көпті ғой. Мына Челян тауын қараңдар. Ё-моё, не деген үлкен мына тау деген достар. Мәссаған қарандар, ана үйден шықтым мен деген. Опа, менің ламборджиниім тұр ма, соскам. Ё-моё қарандар достар, ламборджиниім тұр мына жерде деген, есік алдында. Ақша жинап енді осы ламборджиниді сатып алған болатын мен деген, ішін көрсен дейін қазір сендерге деген осындай мощный ламборджини. Енді қазір мен деген кассой жаққа барып қайтсам ба деп жатырмын, себебі деген кассойды көрмегенге біраз болды да. Мына мысық не істеп жүр мына жерде, түсінсем бұйырмасын, қақып кетейін деп қалдым ғой мен деген. Осым деген достар, сол кассой жаққа қарай барып, сол кассойға осы ламборджиниді көрсетіп, соны деген бір-екі рет осы ламборджиниге отырғызып ары бері айдап қайтсам ба деп ойлап тұрған ғой. Негізі достар қараңдар, ё-моё, ұшады ғой мына ламборджини деген. Трассаны бермейсің ғой ешкімге деген. Мына жақтағы любой машинадан смело обгон жасап кете бересің деген. Короче, осындай дерзкий ламборджини. Содан кейін мен деген кассой, короче, Приора алды деп естідім. Короче, Приора 2 алды деп естідім. Соны деген бір барып көріп қайтсам ба деп, или сүйіншісін беріп, или бір тюнингтап машинасын істеп берсем ба деп ойланып тұрған ғой. Жалпы деген кассой жаққа қарай барайын, содан кейін көреміз деген достар. Мына кассой ламборджини да көрсе талқылайын деп тұр ғой, примерно да. Қараңдаршы достар, ё-моё, көп көмбек дерзкий ламборджини бар енді деген. Ё-моё, мына жақтың жолдарын әлі жөндемеген ба? Мәссаған, енді ламборджинимен қалай жүремін достар мен деген. Мына жақтың бәрі деген быт-шыт болып отыр ғой. Мынандай тек қана пикаптар ғана жүре алады, мындай ламборджинилер вообще жүре алмайды. Ё-моё деген, мәссаған, не болып отыр? Ал басты деген. Ё-моё достар, менің машинамды ема жынды ламборджинимді сырып кетті деген. Еба, тоқта тану гүлбану деген. Мен саған көрсетемін деген, сен Джоннидің машинасын қалай сырып кетесің, Дану гүлбану. Мен деген достар, мына мені тоқтатып алып деген, сазайын тарттыратын болам. Ана ұрыны ұстай алмай жүр ма, бір нәрсе ғой. Мына ұры деген былай қарай секіріп кетті. Еба достар, не болып жатыр мына жақта деген өзі. Анан қараңдар, анан тұрысын қараңдар достар. Қашып кетті анау деген. Ё-моё, қалай сонда сендер менің машинамды смело соғып кете бересіңдер, түсінсем бұйырмасын. Бері келді, конкретно мынаған не болды деген. Ё-моё, мына өлейін деп жатырмын. Саған до конца давить етіп істейміз онда деген. Ұрыларға жақ боламын достар, мына деген менің машинам сырып кетті ғой. Мазғасын ба сен? Бері келе, қайда қашып баратсың? Саған. Мынау деген ұстатпайды ғой. Мынау неғып ұрамай жатыр мен нан дегенде, Дану гүлбану. Тоқта менте. Тоқта деймін. Ё-моё, қайқа қашып баратыр достар. Бері келе, конкретно деген. Саған, короче, міне все болды деген, короче, өлтіріп тастадым полицейскийлерді. Ё-моё, қарандар, мынаны быт-шыт қылып сырып тастаған ғой. Айбай, жусаң да кетпейін деп тұр ғой мынау. Примерно достар, ема деген. Ал мінеке кассойдың үй жағына да келіп қалдық. Ё-моё, мына воротаға не отыр, түсінсем бұйырмасын, сынып жатыр ғой. Чота деген кассой осыған қарағанда осы жақтарда тұрған шығар. Опа, но достар, мінеке кассойдың өзі де тұр ғой. Базар жоқ, родной, не істеп жатсың? Приораңды сүртіп тазалап жатсың ба? Мәссаған достар, қараңдар, Приора айдап жүр ғой кассой деген. Деген. Ассалаумағалейкум, қалайсың, Джонни? Жақсы, кассой, өзің қалайсың? Ё-моё, Приора құтты болсын, базар жоқ деген. Саған қақтың тауып болдың мынандай машинаны, российский машинаны Америкада деген кездестіру екі талай ғой жалпы деген. Еба, кассой, молодец, құтты болсын деген. Қара. Джонни, рахмет енді деген, біздікі сол Приора ғой енді деген, қарапайым көлік қой. Сен өзің көлігіңді қараш. Ё-моё, ламборджини мініп алғансың ба сен? Базар жоқ. Мынау деген вообще ема, бірақ Джонни машинаға не болып кеткен, мына жерлердің бәрін сырып тастағансың ба уже деген. Ё-моё, түсінсем бұйырмасын. Қара, мына жақтары да сырылып кетіпті деген. Саған не алдың сен? Ё-моё деген.
мен сияқты тазалап жуып мініп осылай қарамайсың ба деген көлікке деген. Косой сендердің жолдарың деген немене бәле деген адамдар да біртүрлі ғой сендер жақтың. Мен деген машинамды бытшын шығарып тастады, болмаса деген үйде ғана нәп нормальный болып тұрған ғой деген. Енді осындай болып қалды деген косой айтпақшы деген, сен мен машинамды уақытша міне тұр, мен сен машинаңды мініп бір-екі жерге барып қайту керек еді, содан кейін мен саған кешке қарай әкеп беремін ғой көлігіңді, если что дайын болып жатса дегенше, болмаса ертең әкеп беремін ба, көрем сен деген мына Lamborghini смело міне бер, жарай ма деген. Мен бір жерге барам да қайтам, жарай ма? Джонни, шынымен ба, мен көлігімді қаяққа мініп бармақсың сен деген, андай Lamborghini-мен бармайсың ба, баратын жердің барлығында деген, түсінсем беймасын не ағылайын деп тұр менің машинамды деген. Жарайды, олай болса алсаң ала бер Джонни, мен деген мына Lamborghini барып бір мініп қайтайын да. Мынандай Lamborghini айдамағанға да біраз болып қалып еді, бір 2017-те ма айдағам соңғы рет деген, бір қызыл болған мен де. Енді қазір енді осыны айтайын деп тұрмын Джонни деген. Так, қазір ал косой енді деген мен машинама қызығып қарап тұрған кезде, мен деген мынау косойдың көлігін сразу алайын да тюнинговать етіп, мощный тюнинг жасап деген, титанкілер салып, в общем, дерз қылып әкеп берейін да косойға деген. Абайлап айдау керек. Енді деген бейнеге қарай баратын болам, қалаға қарай, одан кейін мощный қылып тюнинг жасайтын боламын ғой достарым деген. Мынаны алды да арты да тартатын қылып тюнинг жасайтын болам. Болмаса деген қазір бұл көліктің алды тартады достар, көрдіңдер ма, передний привод. Енді соны арты тартатын қылып істеп, астын понижение істеп тонировка ордыру керек. Даже мына машинада достар тонировка да жоқ қой, қараңдар, аквариум болып жүр. Енді қазір соған енді полный тюнинг жасайтын болам сендермен бірге. Егер сендер арнаға әлі тіркелмеген болсаңдар, міндетті түрде арнаға тіркеліп кетіңдер достар, лайк басып Нұрғазы арнасын қолдап кетейік. Содан кейін екінші каналға да міндетті түрде жазылыңдар, ол деген каналдың описаниясында болады достар. Қазір енді деген ойбай нақтың жолдар деген бычыт болып жатыр, ё-моё деген. Сояққа қарай барып қайтайық достар, қалаға қарай деген біз. Ойбай, стреске қарай шығып кеттім ғой мен деген. Қаяқта тюнинг жасайтын жер, брат, қарасай көзіңе деген. Мә, саған сәл болмағанда приораны сырып ала жаздым ғой. Мына жақта екен ғой деген. Бенилер что-то жаңа местаға көшіп кеткен бе, сондай бір нәрсе болып тұр ғой. Мә, саған деген қараңдар, приора әкеп баратын мына Бениге деген. Мә, саған российский машиналар істемей ме екен? Мына жақта деген өңшең американский машиналар тұрады да, содан кейін шамал ойнап тұр. Мә, саған қаяқта мына жақта бір 14 тұр ғой достар. Ема 15 ма, 14 ма, мынау не? 15 ау деймін осы деген достар, қараңдар. Еба, российский машина істейме деп қойып, мына жақта тағы да біреу российский машина деп жүр ғой. Соған қарағанда косой сияқты біреу сияқты ғой достар да. Мен деген мына гаражға қарай кіргізейін, содан кейін Бенимен сөйлесейік, жақсылап ақылдасып деген. Так, былай қарай кіргіземіз бе? Машинаны деген покраске кіргізіп боятамыз ау деймін достар. Мына машинаны деген сразу қара түс онша емес, бұл приораға қара түс жараспайтын сияқты. Бір аққама боятамыз ау деймін. Одан кейін полный тюнинг жасайтын боламыз. Қазір деген Бенидің өзі қақта екен, ё-моё деген. Әлде өзім істей берейін бе достарда, қараңдар, мынандай мотор сақ қойын ба деген приораға. Еба деген. Действительно негізі салуға болады ше мына приораға деген. Капотын ашып бір көре салайын, сонда да деген күте тұрыңдар деген. Осылайынан қалай ашатын еді? Мінекей достар, қараңдар, мына жақта деген 16 клапандық мотор тұр. Енді 1.6 ма сондай болу керек, атмосферный мотор. Енді мен деген мына моторды сақ қойсам жалпы деген жыртатын шығар да достар, примерно деген да. Жарайды, онда деген іске кірсек, Бен екеуміз тез бітіріп тастайық енді мынау приораны. Ал достар, мінекей деген біздің приорамыз дайын. Осылай дейтін адам танымаса тюнинг тап тастадым, ешкім білмейтіндей қылып деген осылайдан тюнинг болды. Достар, қалай жалпы сендерге ұнады ма деген, давайте комментке өз ойларымызды жазамыз деген. Енді қазір осыны косойға қарай апарып подаркасын беретін болам. Енді көлік алған екен, соған подарка ретінде осылай істеп бердім. Қараңдар, лоб тонировка ұрып тастадым, алды бірақ қап-қара болып тұрады, ішінен жарық болып тұрады. Достар, көргендерінде осылай деген. Қазір енді деген біз содан кейін асын понижение істеп тастадық. Көргендерінде в общем өте төмен асты, анау жерге тиіп қалады. Содан кейін ал енді достар, содан кейін стейдж 2 ұрып тастадым. Мынаған деген қараңдар, жүрісі деген вообще бөлек достар. Қазір көрсетемін, мынандай 14-шкілерден смело осып кете бересің. Негізі шын өмірде де басып кете береді достар. Қараңдар, трассаға шыққан кезде көрсететін боламын. Стейдж 2-ның күшінің қандай болатынын. Енді ана Lamborghini-мен қатты жүреді деп айта алмаймын, бірақ деген нормально жүріп қояды достар. Нанай. Так, братан, бізге деген 98-ден бір полный бақ құясын ғой толтырып деген. Содан кейін мынақтан бір сатылатын сушняктарың болса алайын деген. Так, не бар өзі ішетін деген, виски бар еді үйде, ё-моё, соны іше салам бәлде. Жарайды, мына біреуін ала салайын. Все, братан, болды, Каспий голдыңа лақтырып жіберемін. Мінекей, все. Полный бақ құйылып қойдым екен, көру керек достар. Мына приораға деген қараңдар, ё-моё, жоғыза приора достар, мынау деген дескіде қараңдар, асты деген тиін деп тұр ғой деген, жолға деген. Так, қазір енді барып
отырып алайық достар. Қазір енді бұның деген трассада қалай жүретінін көретін боласыңдар деген. Ал кеттік жайлап осылайдан жүреміз. Енді 98 құйып алғаннан кейін енді смело газ баса беруге болады. Клапандар күйіп кетпесе болды. Главный деген енді қатты жүргеннен кейін не болса да моторын істете саламыз достар. Қайтадан осылайдан короче бұрылып кете салайық. Все. И да ну ойбай қасқа не болды достар. Зарыжный приораны қазір трассада басып көретін боламыз. Бар жылдамдықпен енді деген. Так, опа, ебой, достар, қаншамен кетіп баратыр? Мен деген 300-ге спидометр пайды деген до конца тақалтым, нақта рульден дұрыс көрінбей жатыр деген. Қараңдар, еба, смело деген мыналардан обгон жасап кетіп отқан қараңдаршы. Lamborghini мен бірде жүріп қоятын сияқты ғой достар, мынау деген 98 құйғаннан кейін әлде осындай болып кетті ме екен, түсінсем бермасын короче деген. Не болса да деген бірақ жақсы жүріп қояды екен. Енді қазір былай резк поворот жасаған кезде өзін қалай ұстайды екен достар. Ох ты, вообще өзін ұстай алмайды екен приора. Ой, ё-моё. Кеттік, ал стречка айтып көрейік достар. Не болса да осы жерде көретін боламын дейді. Қандай машина болса да. Ойбай, бычыт болды ғой.